саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бейнелеу өнері үйірмесі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы перспектива туралы түсінік. Мақсаты перспектива туралы түсініп, оны меңгеріп кету, қолдана білу. Сурет салу оңай емес. Ол көп сатылы, баспалдақ тәрізді күрделі кезеңдерден тұрады. Суретшіден аса табандылық пен еңбекқорлықты, сабырлық пен ынтаны талап етеді. Сурет салуды үйрену барысында оқушы көлемді тұтас көру атауымен жиі кездеседі. Тұтас көру дегеніміз бейнелейтін дененің қандай да болсын бір қырынан қарай отырып, көрінбейтін жағын толық көз алдыңа келтіру. Затты тек бір нүктеден отырып салу барысында оны әр нүктеден, әр жағынан көріп, тексеріп, сызып үйрену қажет. Тек сонда ғана суретші, оқушы зат пішіні мен құрылысын саналы түрде қабылдай алады. Тұтас көруді түсінбеген, оны меңгере алмаған оқушы затты бейнелеу кезінде оның өзіне қараған жағын көшірумен шектеледі. Нәтижесінде суреттің көлемі жоғалып, жай жазықтық болып қалады. Енді перспективаның ережелеріне тоқталатын болсақ, перспектива латынның тасадан көру деген сөзінен шыққан, яғни көрініс дегенге жақын келеді. Перспектива заңдылықтары өте көп. Бізге оның бәрін оқып жатудың қажет жоқ. Соның тек басты бір-екеуін оқушылар міндетті түрде білуі тиіс. Біріншісі, зат бізден неғұрлым алыс тұрса, ол соғұрлым кішкентай болып көрінеді. Перспектива заңдылығы бірнеше заңдылықтардың тоғысқан түйіні арқылы жүзеге асады. Ол біріншіден көздің көру деңгейіне немесе көкжиек сызығына, екіншіден заттардың алыс жақын тұруына байланысты кішірейіп үлкейеді. Екінші басты заңдылық перспектива. Параллель сызықтар бізден алыстаған сайын, олардың арасы жақындап көкжиекте бір нүктеге тоғысады. Оған мына суреттегі теміржол мен телеграф сымына зейін қойып қарасаң, көзің әбден жетеді. Перспектива заңдылығы дұрыс кескіндеуімізге бағыт сілтейтін бірден-бір заңдылық. Қысқаша айтқанда, перспектива қағаз бетінде кеңістікті бейнелеу туралы ілім. Перспективаны пайдаланғанда көкжиек сызығын естен шығаруға болмайды. Көкжиек сызығының көмегі арқылы заттың немесе кескіндейтін суретіміздің перспективалық кескінін дұрыс сыза аламыз. Көкжиек сызығы әрқашан адам көзінің көру бағытының деңгейіне дәл келеді. Егер біз биік жерден қарайтын болсақ, онда бізбен бірге көкжиек сызығы да жоғары көтеріліп, төменде тұрған заттар немесе үйдің сыртқы көрінісі анық көрінеді. Қорыта айтқанда, сурет салғанда көкжиек сызығы үлкен рөл атқарады. Қандай сурет салсақ та, барлық кезде көкжиек сызығының қай деңгейде тұрғанын анықтау керек. Сонда біз бейнелейтін затымыздың толық пішінін, бергі жақ пен арғы жақтың кеңістіктің айырмашылығын және перспективалық кішірею мен үлкеюін бере аламыз. Енді мына суреттерге мұқият қарасақ, осы суреттерді перспектива заңдылығымен байланыстыруымыз керек. Енді қатемен жұмыс жасасақ, мына суретте бір қате жіберілген, сол қатені анықтауымыз керек. Тапсақ екінші суретке көшеміз. Мына суретте де бір қате бар, анықтауымыз керек. Сонымен келесі тапсырма. Сұрақтар беріледі. Сенің ойыңша жауап беруің керек. Қолыңдағы суреттің перспектива заңдылығымен
байланысы бар ма? Дәлелде. Көкжиек сызығын қалай түсінесің? Салынған суреттің көкжиек сызығымен байланысы бар ма? Дәлелде. Ағаштардың, үйлердің, бағаналардың барлығы бірдей болса да, суретте әртүрлі болуын қалай түсіндіресің? Жолдардың, өзендердің, рельстердің бірдей бола тұра, суретте кішірейіп, бір нүктеде тоғысатынын қалай түсіндіресің? Үйлердің, автобус пойыздардың суретте алдының үлкен, арт жағының кішірейіп кетуін қалай түсіндіресің? Сурет салу кезінде перспективаны қолданудың ерекшеліктері қандай? Осы сұрақтарға жауап беріп көрсек. Сонымен бағалау жұмыстарына көшеміз. 0-ден 5 пайға дейін төмен, 5-тен 10 пайға дейін қанағаттанарлық, 10-нан 20 пайға дейін жақсы, 20 пайдан жоғары алсаңдар өте жақсы. Үйге тапсырма. Менің ауылымның көшесі тақырыбы бойынша сурет салып келеміз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.